қазір мына жүректі бірінші топқа лақтырамыз. Сендерге тілегім осы тәтті жем-жидектердей тәтті балалар болып өсіңдер. Сендерге бір-бірлеріңе тез-тез тілек айтып шығыңыздар. Сен жақсы бала бол. Өскенде әдемі бол. Өскенде бай бол. Екінші топқа бер, өзіңнің тілегіңді айт. Ұзақ өмір сыйлай. Тәртіп болсын. Әрқашанда білімді бол. Сен осында жеміс-жидектер күнде жейді. Мұхаммед. Сіз осылай бізге әртүрлі қызықты сабақ өткізесіз. Рахмет. Енді мен сендерге үй жұмысына не беріп едім? Ой толғау жазу, иә? Бүгінгі сабағымыз біздің ағаштар, яғни жануарлар мен өсімдіктер әлемін бөлімін аяқтайтын боламыз. Қорытынды сабағымыз болады. Бірінші топтан кім оқиды? Ағаштар тұрып. Жердің көріп ағаш, иә? Нұрым оқи ғой. Себебі ағаш болмаса біздің жер бос болушы еді. Ағаш ауаны тазартады. Табиғат ағашсыз дұрыс тазармайды. Егер адам баласы бір ағаш сындырса, немесе кесе, оған тағы да 10 тал егу керек. Жақсы, жарайсың. Енді екінші топтан Дінмұхаммед оқи ғой. Жердің көркі ағаш. Жерде неше түрлі ағаш бар. Жердің көркі ағаш деген жерде ағаштар ол көркі әдемі ол көрінеді. Ағаштардың негіздері әртүрлі. Жеміс ағаштары жазда бізде ашылады, ашылып тұрады. Күзде жапырақтары сарғайып, жемістері құлайды. Жай ағаштар да әртүрлі, қыста да жазда да. Жерге әдемі болғанда олардың пайдасы да көп. Қазіргі жапырақтар таза ауаны тазартады. Сол үшін біз ағаштарды қорғау керек. Жарайсың. Отыра ғой, өте жақсы жазды. Ағаштарды қорғау тұра. Аяру оқи ғой. Жердің көркі ағаш, себебі айналаның бәрі толған әсем көркем ағаштар. Ағашсыз көрінген жоқ. Егер ағаштар жоқ болса, жаз мезгілінде бізде ауа бар. Сол себептен ағаштарда қазіргі қасиетін бір ұстау керек. Уақытысында суарып жабай болып кетсе, кесіп, жақсылап қарау керек. Кейбір адамдар пикник жасап, қоқыстарын қалдырып, немесе оттарын сөндіріп кетеді. Қоқыстарымен ластап, ауаны ластайды. Ол ағаштарға зиян келтіреді. Өртпен ағаштар, жан-жануарлар, жәндіктер өртенеді. Менің ойымша осындай адамдарға ескертіп, арықтарын жинап жүрулер керек. Ағаш жапырағымен, жер топырағымен деген мақал-мәтелмен айтқым келеді. Ағаш жапырағымен әдемі, ал жер топырағымен көрінеді. Жақсы, жарайсың. Екінші топтан Жанел. Жердің көркі ағаш. Біздің айналамызда өте көп ағаштар толып тұр. Бұл ағаштар жерді көріксейді. Қай жерде ағаш толып тұр, сол жердің ауасы таза. Жазық жерлерде табиғатта таза ауа болады. Өйткені сол жерлерде ағаш пен өсімдіктер көп болады. Жердің көркі ағаш деп осыны айтады. Жақсы, жарайсың. Алихан оқи ғой. Жердің көркі ағаш. Табиғатымыз өте әдемі. Ол бізде ең керек зат. Себебі табиғатсыз бізде тамақ, үй, ауа, тағы басқалар болмайды. Сол үшін табиғатты аялауымыз керек. Мысалы, табиғаттағы ағаштарды сындырмау, қоқыс тастамау керек. Біз ағаш өсіруіміз керек. Себебі болашақта осы жастарымыз еткен ағаштар келер ұрпаққа үлгі болады. Мен сіздерге кеңес айтамын, табиғатты сүйіңіздер. Болашақта өзіңізге де пайдалы болады. Жақсы, сонда
жұмысын өте жақсы түсініп алғанын көрініп тұр, иә. Енді сіздермен бүгінгі тақырыпты болжау үшін кішігірім ойын ойнайық, иә. Қазір сіздерге суреттер көрсетейік. Бірінші суретте екінші топ айтуға Абдрахман. Сәбіз артық өйткені бұл жерде тек қана жеміс-жидектерді көрсетіп тұр. Сәбіз артық. Дұрыс отыра ғой. Бірінші топ келісеміз ба? Иә. Енді бірінші топ жауап берсін, иә. Екінші сурет. Азат айта ғой. Бұл жерде қияр артық, себебі бұл жерде де жемістер тұр. Бұл жерде де жеміс-жидектер орналасқан, иә. Соңғы суретте ше Нұрым айта ғой. Помидор. Қазақша? Қызанақ. Қызанақ, иә. Бірақ қызанақ тура өте бір ғалымдардың ойынша ол жеміске де жатады, және көкөніске де жатады, иә. Киви сияқты, иә. Жақсы. Демек, бүгінгі біздің тақырыбымыз қандай деп ойлайсыздар? Жеміс-жидектің пайдасы. Өте дұрыс, жеміс-жидектің пайдасы. Ендеше дәптер жеміс-жидектің пайдасы. Сен әзірше мұндай жазатын, иә, бүгінгі тапсырма. Сосын үйге барып көшіріп аласың. Кітабымызды ашайық. Кітабымызда бізде жүзім туралы керемет ақпараттар жазылған екен. 50-ші бет. Онда нешеуміз қыз бар. Бір сөйлемнен оқып шығарайын да бірінші қатар бастасын. Кім бастайды? Айарудан бастайық, иә? Айарудан былай сағат түрімен бір сөйлемнен. Жүзім өте пайдалы жеміс. Жүзім өсімі біздің заманымызға дейінгі 5000 жылдықта басталған. Көп өсірілетін аймағы Кіші Азия. Жүзімнің шамамен 10 мыңдай түрі кездеседі. Жүзімнің Ішу дегенге де ми жасушаларына да өте пайдалы. калория тұрғысынан 1 килограмм жүзім, 1150 грамм сүт, 390 грамм ет, 300 грамм нан мен 1200 грамм картопқа тең. Мұхаммед. Картопқа тең. Жүзім адамдардың иммунитетіне күшейеді. Күшейтеді. Жүйкені Тыныштандырады. Теріні жақсарта түседі. Абдрахман. Сондай-ақ жүзім аллергия мен буындарды тыз жиналуының алдын алуда тантырмайтын жеміс. Жүзімнің құрамындағы табиғи фруктоза адамның жұмсайтын қуатын аз уақытқа қайта қалпына келтіреді. Жүзім қасиетінің Құранда айтылуы да тегін болмаса керек. Неге десеңіз, қандағы оттегін жүргізетін гемоглобиннің сүзілуіне қажетті темір мен бүйректің жұмыс істеуі және жүрек соғысының реттелуінде жұмсалатын калий онда өте көп кездеседі. Жүзім өте пайдалы жеміс. Жүзім туралы бірнеше ақпараттар білдік, иә. Енді осы мәтін бойынша кішігірім сұрақтарға жауап берейік. Бірінші топтан бастайық, иә. Айсана жауап берсін бірінші сұраққа. Азыр ашайық. Жүзім шырынының қандай пайдасы бар? Ол миға және бойдағы жасушаларға. Мидағы толықтырады бар ма? Нұрасу айта ғой. Тұрып жауап береміз. Тұрып жауап береміз. Жүзімнің шырынының қандай пайдасы бар? Жаңа мәтіннен оқып. Миға пайдалы деді, иммунитетке пайдалы деді. Тағы? Болды ма? Алихан айта ғой. Жемістің шырыны тағы гемоглобинға пайдалы. Гемоглобиннің мөлшерін жақсартады, иә? Екінші топтан Сұлтан жауап бере ғой. Жүзімнің 100 граммда қанша калория бар? 600.
60 жүзімнің 100 калориясында 60 грамм калорияда. 100 граммда 60 калория. Так, үшінші сұрақ. Азат жауап бере ғой. Тағы қандай жемістерді білесің? Оның қандай пайдасы бар? Мен алма жемісін білемін. Ол көбінесе ағаштарда және Өзбекстанда өседі. Ода не бары 4 дәнек болады. Ода асы дәрумені бар. Өте дұрыс, асы дәрумені бар. Тағы зерде, сен қандай жемістерді білесің? Құлпынай, ол деген, одан деген біз деген құлпынай, ол деген ішкі құрылыстарымызға өте пайдалы. Және де оның сығынсысы бізге деген ішкенге суы өте пайдалы. Және де ол бізге көптеген дәрумендер береді. Абдрахман айта ғой, қандай жеміс білесің? Өрік ағашы 100 жылға дейін өседі. Өрік ағашы 25-40 жылда жеміс береді. Ол жыл сайын жеміс беріп тұрады өрік ағашы. Өте керемет ақпарат, да? Соңғы сұрақ, 1 килограмм жүзім калориясы қанша азық-түлікке тең дейді. Бірақ мәтінде болды бұл сұрақ. Жауап береді. Дінмұхамед? 1120 грамм сүт, 360 грамм, 390 грамм ет, 300 грамм. Жақсы жарайсың. Тоқтырасың ба, Сұлтан? 1200 грамм картоп бар. Өте, сонда біз бар болғаны 1 килограмм жүзім жеп, соншама азық-түліктің калориясын өзіміздің бойымызға сіңіре алады екенбіз. Жарайсыңдар. Білен даусың қалыңыз. Günün kuramında adam ağzına faydalı өте көп дәрумендер бар. Солардың ішінде А, В1, В2, С, Е витаминдер бар. А витаминіне келетін болсақ, А витамині адам ағзасының өсуіне және де дамуына өзінің септігін тигізеді. Сондай-ақ адам ағзасының түрлі ауруларға қарсы тұруына көмектеседі. С дәрумені келетін болсақ, адам ағзасының жұқпалы ауруларға қарсы тұра алу қабілетін арттырады. Адам сүйегіне, сондай-ақ тісіне беріктік қасиет береді. В1 дәрумені адам организмінде зат алмасу процесі үшін өте қажет. В2 дәрумені болса, адамның көзінің жақсы көруіне, сондай-ақ адам жарақаттарының тез жазылуына көмек береді. Е дәрумені адамның жүрегінің жұмысын жақсартады. Оның құрамында магний, калий, кальций, фосфор, натрий және де мырыш бар. Олар адамның жиі ауырмауын қамтамасыз етіп, адамның ойлау қабілетін жақсартады. Қайнап отыр мама, жана. Жуылып жатыр. Яғни алманың құрамында қандай дәрумендер бар екен? Айта ғой, Нұрым. V1, В2, V2 и С. аха. Және Е. бар, иә? Сосын тағы да қандай металл түрлері бар екен? Айта ғой, Абдрахман. V1 дәруменінде адамның көзінің жақсы көруіне әсер етеді, тағы да жарақаттарын тез кетіруге пайда береді. Жақсы. Жаңа енді алма туралы бейне ролик көрдік қой, енді құрма туралы көреміз. Және де осы бейне роликтің барын көріп болған соң топтық жұмыс жасаймыз, иә? Сол үшін жаңа алма туралы ақпаратты ұмыт қалмаңдар, жақсы ма? және құрма туралы да тыңдап отырыңдар. Кеттік.
Құрманың қандай қасиеттері бар екен? Қандай витаминдер бар екен? Екінші жерде айта қой. Ода А, С витаминдері бар. А, С витаминдері тағы. Абдрахман. 100 грамм 80 кл бар. Калорияға тең болады екен, иә? Жандай? Ода фруктоза, және де магний. Фруктоза, глюкоза және магний бар екен. Йод. Йод бар, иә? Және де Айсан айтты, йод та бар екен. Және де мына жерде жаңа тағы да естілмей қалды. Егер де сіз 2-3 жыл бойы тек қана құрма жеп, басқа ешқандай тамақсыз мысалға ет, ештеңе жемей, тек қана құрмамен тамақтанатын болсаңыздар, сіз 2-3 жыл бойы еш тамақсыз өмір сүре алады екенсіздер. Құрманың сондай адамды иммунитетін көтеретін, адамға тойымдылық әсер беретін сондай қасиеті бар екен. Енді бірінші топқа, нұрымдардың тобына алманы берейік. Екінші топ Абдрахман зерделердің тобына құрманы береге. Құрма туралы, яғни олардың құрамындағы дәрумендер ең бірінші қатарға жазасыңдар. Екінші қатарға сол дәрумендердің адамның ағзасына қандай пайдасы бар екенін жазасыңдар. Түсінікті ме? Иә. Жақсы, онда жоқ, қасиеттерге қағаз беремін. Кітаптарыңды жинап, иә, жаба берсеңіздер болады. Осында жазасыздар. Біреуіне Иә. қандай пайдасы бар? Потом свет. Е, бұлшық етті. Çok buluşuk etti. Бұлшық етті. Дұрыс, адамның бұлшық еттің жұмысын жақсартады. Болдық па? Тағы бір минут күтейік, ә? С витамин деген цитруста болады ғой. Иммунитетті көтереді. Қайсыны жазбай қойдыр? Қайсыны білесіңдер? Құрма. Қ-о. Құрма. Тағы бірінші дәрумендер атады. Бір дәрумені көруді жақсартады. Е дәрумені адамның бұлшық етінің жұмыс істеуіне көмектеседі. С дәрумені иммунитетті жақсартады. А дәрумені мидың жұмыс істеуіне көмектеседі. Жақсы, жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Екінші топ. Екінші топты тыңдаймыз, олар жаңа сендер тыңдады. Тыңдаймыз, екінші топ бастаймыз. Тұмаудың алдын алады, ас қорыту. 2-3 жыл ғана хурма ғана жесен, 2-3 жыл тамақ жеуге керек жоқ.
дәрумендерінде біріншісінде А, С және В витаминдері бар. Ал екіншісінде магний, глюкоза, йод, фруктоза, ал үшіншісінде 100 грамм болса 80 калория. Жақсы, отыра қойыңдар, жарайсыңдар. Тұра тұра өте жақсы қорғадыңдар, иә? Сіздерге қазір сабақ барысында мынандай жеміс жидектер түріндегі стикерлер беріп жатыр ғой, бұны жоғалтпаңыздар, иә? Сабақ соңында бұны маған беріп, санап, сіздерге бауырай, ол жерде контейнермен қамқорай қойды. Терімізді ашамыз. Біз өткен сабақтарда грамматикалық тақырып тура және ауыспалы мағынаны өтіп едік қой, естеріңде ме? Терең көл, оның ауыспалы мағынасы? Терең ой. Өте дұрыс. Енді сол сияқты осы сөздерді, тура мағынада жазылған сөздерді дәптерге ауыспалы мағынада жазамыз. Терең көл, сосын сыса терең ой деп жазу. Өте дұрыс. Солай жазасыздар. Тақтадан көздерін көрмесе, кітапта да бар. 6-шы тапсырма, 51-ші бет. Апай неге аяқты 2-ші тапсырма деп жазды? Сабақтағы 2-ші тапсырма. Бұл тапсырмаға 2 минут уақыт. Тезірек жазамыз. Жұмсақ жастық, ол тура мағынада болып тұр. Тәтті бала. Тәтті бала деді ғой. Апай кім кетсін ғой? Апай сіз қаймен тәтті бала деді. Тыныш, сабыр етеміз. Апай мен болды. Оқиын. Апай мен оқиын. Я. Көл, терең ой. Қиын есеп, қиын арман. Ашық терезе, ашық сабақ. Қалың шаш, қалың орман. Қара шалбар, терезеге қара. Өткір пышақ, өткір мінез. Жұмсақ жастық, жұмсақ мінез. Тәтті алма, тәтті бала. Жаңа қара деген жерінде сен оны етістікке айналдырып жүрдің ба, сіңесімді? Терезеге қара Апай, деген. қара жұмыс. Қара жұмыс. Апай мен айтайын.
терең көл, терең ой, қиын есеп, қиын мінез, ашық терезе, ашық сабақ, қолың қалың шаш, қалың арқан, ақ көйлек, ақ су, қара шалбар, қара жұмыс, тәтті алма, тәтті кәмпит, өткір пышақ, өткір тіл, жұмсақ жастық, жұмсақ мата. Так, жұмсақ мата деген келмейді ғой. Тура мағынада болып қалады. Тәтті кәмпит те келмей қалады. Ауыспалы емес, тура мағынада болып қалады. Кәмпит тәтті ғой өзі. Адел Мұхаммед оқи ғой. Терең көл, терең ой, қиын есеп, қиын өмір, ашық терезе, ашық сабақ, қалың шаш, қалың жол, қара шалбар, қара мінез, өткір пышақ, өткір мінез, жұмсақ мінез, жастықтай жүн, тәтті сөз. Тәтті сөз, өте дұрыс. Жарайсың. Ала ғой. Айсана. Пьер. Кстати, ағылшыншасы пьер. Қалың шаш, қалың орман, қара шалбар, қара жұмыс, өткір пышақ, өткір мінез, жұмсақ жастық, жұмсақ мінез, тәтті бала, тәтті сөз. Тәтті алма, тәтті сөз. Жарайсың. Нұрасы оқи ғой. Қиын есеп, қиын өмір, ашық терезе, ашық күн, қалың шаш, қалың күн, қара шалбар, қара түс. Өткір пышақ, өткір ағаш, жұмсақ жастық, жұмсақ мінез, тәтті алма, тәтті түс. Тәтті түсім өте жақсы кетті, бірақ жағы өткір ағаш дегендер келмей қалды. Өткір ағаш деген. Абай еще андай ашық күнде болмайды ғой. Ол тура мағына. Ашық күн деген болады, ауыспалы мағына. Күн ашық болады. Шайдай ашық күн деген мағынада. Ал Нұрым оқисың ба? Терең көл, терең ой, қиын есеп, қиын мақсат, ашық терезе, ашық сабақ, қалың шаш, қалың орман, өткір пышақ, өткір мінез, жұмсақ мінез, жастық, ой, ол бірге екеуі, жұмсақ жастық. Ой, әдемі жаздым. Тәтті алма, тәтті бала. Тәтті бала. Мұнда өзгертін деймін. Терең көл, терең ой, қиын есеп, қиын мінез, ашық терезе, ашық сабақ, қалың шаш, қара шалбар, қара жұмыс, өткір пышақ, өткір мінез, жұмсақ мінез, тәтті алма, тәтті бала. Шелектердің пайдасы туралы айтып жатырмыз ғой, иә? Содан енді, мына жерге жаңа оқымағандардан кім оқымады ма бізде? Сұлтан оққан жоқ, Айар оққан жоқ, Айзере оққан жоқ. Мына жерге келіп, адамның тісіне пайдалы және тісіне зиянды тағамдарды алып келіп жапсырсаңыздар. Печенье, видишь, печенье. Джем пайдалы ма? Чё, ішінде сахар ғой? Мынаны үшеуін жабыстыр. Серый толстый, да? Ты устраиваешься?
Қолыңды бар. Енді жаңағы оқығандар тақтаға қарай. Тақтаға жабыстырғандардікі дұрыс па? Иә. Тосап адамға зиян деп ойлайсыздар, иә? Онда наны бай алмаңыздар. Тосаптың ішінде себебі қат бар, иә? Оны көп жесек тісімізге өте зиянды болады. Жақсы, жарайсыздар. Енді тақтада орынды. Так, қазір мен сіздерге шірік алма және де балғын алма таратам. Бүгінгі сабақта өздеріңіздің әрекеттеріңізді осы бойынша бағалайсыздар. Егер де сабақ барысында нашар жұмыс істедім десеңіз, немесе сабақ ұнамаса, шірік алманы көтересіздер. Егер де сабақ ұнап, өз әрекеттеріңіз өздеріңізге ұнаса, онда балғын алманы көтересіздер. Айшаны қойдым, иә? Бастаймыз 1, 2, 3. Ой. Енді үй жұмысын жазып алайық, иә? Үй жұмысына сіздерге 51-ші беттегі 7-ші тапсырма. Попс формуласын барымыз білеміз ғой, иә? Иә. Сол бойынша үйден жазып бересіздер. Табиғатты қорғау